Allahu Akbar, Allahu Akbar. Осы дүниедегі сіздің әйеліңіз, жарыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, «Иза соллат әл-мар'ату хумсаха». Әйел заты 5 уақыт намазын бұлжытпай оқыса, «Ва сомат шахраха». Рамазан айының оразасын толық ұстаса, «Ва хафизат фарджаха». Күйеуі жоқ кездерде ұятты жерін сақтаса, «Ва атағат заужаха». Күйеуіне бойұсынумен өтсе, күйеуі төркіннен артық болса, бойұсыну деген сол. Осы күйеуі деген нәрсе, осы 4-ақ нәрсені орындап берсе, бойұсыну, күйеуіне бойұсыну шарты деген соңында. Екеуі Алланыкі, екеуі күйеуінің хақысы. Намаз бен ораза Аллаға байланысты, бойұсыну мен ұятты жерін қорғау күйеуіне байланысты. Осы 4-еуін істесе, ол әйел кісіге қиямет күні айтылады дейді. Қиля ләха, айтылады оған. Не деп? Удхули мин әйе абуабил жәннәти ши'ти. Жәннеттің қай есігінен қаласаң кіре ғой деп. Көрдіңіз ба? Сонымен сол күтіп отыр екен күйеуін ана жақта. Оларды біз жаңа жаратылыспен жаратқанбыз. Анау жаратылыс деген керемет жаратылыс. Адам жаңағы сұлулықтары, мысалы, киімдері. Пайғамбарымыз бір хадисте айтады: «Лау анна имраатан мин нисаи ахлил джаннати итталағат илал арды». Егер дейді, жәннаттық әйелдерден болған бір әйел мына жерге жәннаттан сығалап қарайтын болса дейді, пайғамбарымыздан жеткен жаңа хадис саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла адаат ма байнахума». Көк пен жердің арасын жарқы жібереді деген. Бір қарауы, құрмет жамағат. Ол мына мағыналар емес, ол мына дүниедегі мағыналар емес бұл. Көк пен жердің арасын жарқы жібереді дейді. Қараңыздар. «Вала малаат ма байнахума рихан». Көк пен жердің арасын жаңа тыныстаған кезінде, хош иіс кеткен кезде, көк пен жердің арасы жаңа хош иістеніп кетеді дейді. «Вала насифуха аля раусиха». Ана басындағы орамалы, мына нәрсеге қарасаңыз қандай жақсы тәрбиелеп жатыр. Жәннаттық әйелдің орамалы бар. Ана басындағы химары дейді, орамалы. Мына жаққа сығаласа да орамалмен сығалайды екен ғой деген нәрсені келтіріп отыр. Сол орамалы дейді, «Хойрун минад дуния ма фиха». Мына дүниенің күллі нәрсесінен, ішіндегі нәрсенің бәрінен артық дейді. Сол әйел күтіп отыр, сол тақуаны. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл дүниедегі ғұламалар айтқандай, бойұсынған мүмин әйел, жаңағы 4-еу мықты істеп берсе, бойұсынған мүмин әйел, ол хор қызынан жоғары тұратын нәрсе. Жоғары. Анау бонус. Анау жаралған жоқтан бар етіліпті. Мынаның өзін сұлу қылған кезде бұл керемет болады. Сондықтан жаңағы бет әлпетін жаратқан, бойы, күллі нәрсесі, ана үстіне киетін киімдерінің өздерін айтады. 60 киімі бар дейді. Қанас. Ана алтау солай жаратқан романтиканы, о жердегі. Ана күйеу қасына барған кезде, ана бір киімін шешкеннің өзінде анау. Керемет нәрсе анау. Ол жердің бет бұл. Екіншісін шешкен кезде дейді. Көрсі қандай нәрселер. Сонда осындай жағдайлар, құрмет жамағат, барлығы Алла Тағаланың әзірлеп, уәде етіп отқан нәрсесі. Міне, қараңыз. Біз оларды жаңа бір жаратылыспен жаратамыз дейді.